Президентimiz тауарлық кредит тәжірибесін кеңінен таратсын деп тапсырма берді. Алайда үкімет тарапынан айтарлықтай қозғалыс білінбейді. 3-4 облыста ауыл аманаты арқылы жағдайы жоқ отбасыларға мал таратып, тауарлық кредитті орындап тастадық деп қазанның қақпағын жауып қойды. Ал негізі тауарлық кредит деген бұл жаңа құбылыс болу керек. Бұл өте жақсы механизм. Бұл жаңағы мемлекет пен халықтың арасында емес, ірі кәсіпкерлер мен халықтың арасында болатын құбылыс деп қабылдау керек. Осының жақсы жағын түсінген ірі кәсіпкерлер өз өңірлерінде іскер азаматтарға мал беріп жүр. Онымен қазір айналысып жүрген ауыл партиясының кейбір азаматтары да бар. Бірақ осындай жеке инициативаны ынталандыратын, осыған қызықтыратын ешқандай механизм жасалған жоқ. Халықтың қолында ақша жоқ, мүмкіндік жоқ. Ірі кәсіпкерлерде ондай қолында мал да бар, ақшасы да бар тіпті. Міне осы қара тілмен айтқан кезде біреуінде бар, біреуінде жоқ. Осы екі топты біріктіріп, тауарлық кредит арқылы қоян қолтық жұмыс істетуге мүмкіндік бар деп есептейміз.